Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қатпарлы қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін таза ыдысымызға қантымыз бен жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Дайын болған массамызға ұнымызды салып, қолымызбен қатпарлы қамыр елейтін боламыз. Бізде осындай қатпарлы қамыр шықты. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді біз начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қаймағымызды, крахмалымызды және де ванилинімізді салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң қамырымызды тоңазытқыштан алып, оны оқтаудың көмегімен жазып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымызды формамызға салу үшін видеода көрсетілгендей етіп, оқтаудың көмегімен орап алып, формамызға салатын боламыз. Енді қолымызбен пирогтың формасын жасап шығатын боламыз. Содан соң шанышқының көмегімен видеода көрсетілгендей етіп тесіп шығамыз. Дайын болған формамызға сметаның жартысынан көбін құямыз. Содан соң біздің жеміс-жидектерімізді әдемілеп орналастыратын боламыз. Енді сметаның қалғанын құйып, оны әдемілеп қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз әдемі әрі жұмсақ болып шықты. Пирогымыз піскеннен кейін оны кем дегенде тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Менің тағы да видеоларымды көру үшін менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.